адамның карикатура өнері Шоқан Уәлихановтан басталады. Оның көптеген графикалық жұмыстары уытты әзілге, қуақы күлкіге құрылған. Қазір осы бағытта жұмыс істеп жүрген суретшілердің бірі Еркін Нұразхан. Карикатура өнері халық арасына тез таралатын, халық тез түсінетін, халық пен билік арасында қарым-қатынасты, қоғамдағы кемшілік атаулыны аз ғана сызықпен көрсете алатын өнер дейді театр суретшісі Еркін Нұразхан. Шарж өнерінің заңдылықтарында ол адамның мысалы үшін жалпы формасы сақтау керек. Ол енді қанша оны күлкі шақыратындай жасасаң да, содан кейін оның түрі тұлғасын танитындай болу керек. Сосын оның мінезінде, шығармашылығында бір ерекшеліктерді көрсетуіміз керек. Сонда ол танылады. Бір адамның карикатуралық портреті шарж. Мұнда кейіпкердің мінезін ашып беретін белгілі бір сипаты әдейі әсерленіп суреттеледі. Бұл күндері Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында қылқалам шеберінің шығармашылығына 30 жыл толуына арналған жеке көрмесі өтіп жатыр. Мынау 25 жылдық біздің республикамыздың тәуелсіздігінің мерекесі бар, соған байланысты осындай көрме ашып отырмыз. Бұл енді 101 сурет қойылды. Осында енді бұл бір бөлігі барлығы емес менің жұмыстарымның. Енді бұл карикатура шаржбен айналысқаныма 30 жылдан асып кетті. Соны 82 жылдан бері қарай жарияланып келе жатыр. Мынау газет журналдарға, әсіресе кітап болып шықты 2 альбом суреттерімнің. Ол біріншісі 5 жылы кімге күлеміз деген, одан кейін 13 жылы шарж шеруі деген жинақтар шығардым. Карикатура өнердің көкесі. Бүгінгі таңда онымен түпкілікті айналысып жүрген Еркін Нұразхан сынды санаулақ суретшілер бар. Арасында тиіп қашып Казанцев айналысады, кейде жазушы Қалмұқан Исабаевтың суреттерін тамашалауға болады. Бұны қазір Олжас Сүлейменов те сүйікті кәсібіне айналдырды. Бұл кәсіпті одан бұрынырақ Геральд Бельгер де ермек еткен. Мынау адамдар арасындағы өзді әзіл айту, өмірге күле қарау деген жақсы ғой. Сондықтан мынау кемшілік, мәселе ол кемшілікті көрсетуде емес. Ол бұлай тұлға оның мықтылығын, оның қайраткерлігін көрсете отырып, бір әзіл тілмен көрсету. Сондықтан оны мынау француздардың бір жақсы сөз бар екен, өзіне өзі күле білген халық, ол халық деген. Сондықтан біздің қазақта да сондай. Қазақтарда қандай әзілің жарасса атаңмен ойна дейді. Оның бәрі мәдениеті болу керек, өзінің кісінің намысына тимейтіндей, оның беделін түсірмейтіндей. Мен айтар едім, бірінші қарлығашы бұл. Өйткені мұндай өнерді ешкім бастаған жоқ. Иә, мінекей өзі мынау Таулы Алтайдан келген түрік дүниесінің кінді қаны тамған қасиетті топырақтан келіп қазақ өнерін жандандырып осындайды. Міне шырқатып қандай жақсы, қарасаң бір қабағың түйілмейді, күліп шығасың. Ол да мына өнердің үлкен бір белгі қасиеті ғой. Сондықтан енді қазақ өнерін осындай бастама көбейе берсін, шәкірттері болсын. Мына өнер академиясы ашқаны өте құнды. Балалар көріп, мына дамуына үлес қосып, ел мәдениетін биіктететін бір мысал ретінде, үлгі ретінде болсын осындай. Француздың сайқымазақ суретшілері 18 ғасырдың өзінде корольдердің аузын қисайтып жіберген. Өнердің құдіреті деп осыны айтуға болады. Ал орыстың қылқалам шеберлері 19 ғасырда патша сарайындағылардың бірін ит, бірін доңыз қылса, 20 ғасырдың басында Лепешинский деген суретші Лениннің өзін мысық қып мияулатқан. Мәскеудің қазіргі карикатура қасқырлары Ресей саясатының белді тұлғаларын оңдырып отырған жоқ. Ал бізде сондай бір тосын өнерді дәстүрге айналдырам деп жүрген Еркін Нұразханның еңбегі айтуға тұрарлық. Жантас Тұран, Ернұр Айдарбек, Жаңа күн.